Саламатсыздар. Егіздер, қанекей сіздерді көрейік. Мамыр айы қандай болмақ? 1 менен 3 аралы Венера менен Нептун. Творчество, шығармашылық, сананың ең биік октавасы, сезімдер ғаламшар. Нептун мен біздің комфортты бір сезіміміз, махаббатымыз, қаржы табуымыз, әсемдікпен айналысуымыз, мына осыған Венера жауап береді. Осы екі ғаламшардың бірігуімен басталады. 1 және 3. Бұл не? Бір армандармен қанаттанатын уақытымыз. Секіргіміз келеді, билегіміз келеді, бір театрларға барғымыз келеді. Немесе бір әдемі бір заттармен, әйтеуір бір ұшып жүргендей сезім өткереміз, бір түс аяндар көреміз. Немесе бір болмайтын, кішкене бір нәрсенің өзіне бір көңілшек, өте сезімді алып аламыз. Немесе махаббатымызды бір-бірімізге көрсетеміз. Қасымызда махаббат адамдарымыз болса, бір жылулығымызды сыйлаймыз. Осындай бір кезең болады. Сонымен қатар адамдардың бір уәделеріне сеніп қалудан, бір тәтті бір сөзді адамдардың, әрбір құжаттар толтырғанда майда сөздеріне де ұқыпты болыңыздар. Ақшалар аударымдарын жасағанда, әрі өздеріңізге сенімдірек. Себебі Нептун ғаламшары бұл біздің ішкі бір сезіміміз, өзімізді бағалауымыз, өзімізге деген сенімділігіміз, өзіміздің мойнымыздағы басымызды жоғалтпауымыз. Себебі Нептун бұл бір сананың тұманданы, тұман ішінде жүргендей, сондай бір сезімді береді, болмаса үлкен бір армандар кезеңімізді береді. Екі жағы бір әр ғаламшар. Сонымен қатар, дәл осы аралықтарда бір жаңағы керемет бір жерлерге шығуымыз мүмкін. Бір әдемі бір сөздерді, әдемі бір сезімдерді сыйлаймыз бір-бірімізге. Ана мен қыз ортасында, туысымыз арасында, әпке сіңілі ортасында бір махаббатымыз көрсетеміз. Енді 4-ші мамыр, Плутонның аймен аспектісі бар. Бұл не дейді? Бір үлкен ақша үшін, бір дүние бөлісу үшін, немесе үйімізде бір семья отбасымызда ақша қаражаттар үшін бір талқылаулар болады дейді. Бір кіші бір трансформация жүреді. Бұл дегеніміз не? Бір кішкене келіспей қалушылықтар, бір стресстер болуы мүмкін. Махаббат адамымызбен, немесе жұмыс кәсібіміздегі қасымыздағы жолдасымызбен, басшымызбен, әйтеуір махаббат, ақша, біздің сол үшін күш салуымыз. Әйтеуір бізге не пайдасы бар? Сол үшін біздің бір энергиямызды жұмсауымыз. Және келесі бір этаптарға өзгертуіміз бір жағдайды. Өзіміздің бір қалауымызға өзгертуіміз, немесе бір өзгенің. Соны бір екі жақтың бір-бірімен бір тайталас кезеңі секілді. Ай мен Плутон біріккенде біз өзімізге бір сұрақтар қоямыз. Бір өзгерткіміз келеді. Қасымыздағы бір адамдарға бір жеткізгіміз келеді ойымызды, неге қарсы екенімізді, немесе жанымызға не қажет екенін. Себебі екі жақтың кейде бір келісімі болмаған жағдайда конфликтінің өзі кейде бір әділдікті, бір шындықты сыртқа шығарады. Әрі бір халықтың алдына шығып, бір сөйлеп, немесе бір үлкен ақшалар тауып, бір клиенттермен көп ақша табатын бір сондай кезеңіміз болуы мүмкін. Әйтеуір бір сыртқы дүниені өзгертуге бір кішкене күш бөлінеді осы кезеңде. Ал егіздер, сіздер бұл сіздердің карталарыңызда бір шетелге шығу, отан жеріңізді ауыстыру, немесе бір оқулар, тесттардан өту, бір құжаттарға қол жеткізу, немесе бір сот істері болу, әйтеуір бір осындай бір көзқарасыңызды бір кеңейту кезеңіңіз болады. 7 менен 8-ші мамыр аралығы. Бұл кезеңде Венераның Плутон менен бірігу аспектісі бар. Бұл не дейді? Бұл қасымыздағы адамдарға бір өте тартымды болатын кезеңіміз біз. Халықтың алдына шығуымызға болады. Немесе махаббат адамымыздың бір жүрегін қатты жаулап алуымызға болады. Өте біздің бір сезіміміз, құштарлығымыз, немесе бір тәтті сөзіміз, немесе киген киіміміз, өзімізді бір ұстауымыз, бір соның өзі бір күшті бір билікке айналады. Осындай бір адамдарды бір гипнозша жаңағы бір магнитше тартып алатын бір тартымдылықты береді. Немесе бірден бас айналдырақ бір құштарлықты береді. Немесе бірден көріп бір ғашық болуымыз мүмкін. Немесе бірден бір ақша сыйлықтар келуі мүмкін өмірімізге. Әйтеуір өзіміз күтпеген, және ол бізге жағымды. Және мына 5 менен 6 аралығында біздің 12 жылда бір келетін аспект бар. Ол Юпитердің біздің күнімізбен бірігуіміз. Егіздер белгісі, сіздердің күндеріңізбен осы Юпитер, осы 5 және 6 мамыр күні бірігуі бар.
бұл әсіресе мына 12 мен 20 июнь аралығындағы туылған адамдарға әсер ететін кезең. Және Юпитер мен күн біріккен кезде не береді бізге? Бұл біздің бір кез келген бизнесімізді ашуға, бір оқуларға, документ тапсыруымызға, немесе әйтеуір кеңеюімізге, немесе үй салуымызға, жер сатып алуымызға, іргетас, әйтеуір бір кеңею. Мына көзқарасымыздан бастап бизнесіміз, оқуымыз, барлық саламызда. Сонымен қатар бір бала жоспарлауымызға, бір семьямызды кеңейтуге. Тіпті егерде ол жаққа жұмсалынбаса, ол энергия тіпті бір дене салмағымыздың бір үлкеюі, соны да алып келеді. Осындай аспект бар. Осы күннен басталады. Бұл ұзақ мерзімге кететін аспекті. 11 мамыр. Бұл күні біздің Меркурийіміз. Сіздердің белгілеріңізге өтеді. Меркурий дегеніміз не? Бір ойымызды, ой, миымыз, жазу, сызуымыз, есептеуіміз. Осы ғаламшар сіздердің белгілеріңізге өтеді. Енді бір сіздерге күш бітеді. Қай жағынан күш бітеді? Оқу, сызу жағынан, интеллектуалдылық. Сіздер онсыз да өте жылдам қимылдайтын. Өте тез ойлардың жаңағы теңіз секілді сондай белгі жетесіздер ғой. Ал енді одан да бір мықтылық беріледі. Бір көп істерді 2-3 істі бірге алып жүре аласыздар, енді 4-5 істі алып жүре алатын күш пайда болады. Өте шапшаңдық, есте сақтау қабілеттеріңіз өте мықты болады. Адамдардың ортасында онсыз да көпір болып жүретін болсаңыздар, енді общение одан да көбейеді деген сөз. Және сонымен қатар 12 мамыр ай толуы болады, кульминациялық кезең, шарықтау шегі. Осы кезеңде, осы 12 май аралықтарында біздің айымыз Саршаян белгісінде тұрады. Бұның сіздерге не қатысы бар дейтін шығарсыздар, ол су белгісі, бір сезімдер, өте сезімталдық. Сондықтан бір адамдармен конфликті болуы да мүмкін сіздерде, егіздер. Немесе бір өсек аяң естуіңіз мүмкін, немесе бір сіздің сыртыңыздан бір сөздер естуіңіз мүмкін, кейін барып құлағыңызға жететін. Бір сот істері, бір шет жақтарға бір қыдырып шығуыңыз мүмкін, немесе бір ақшалар түсуі, әйтеуір бір ай толғанда бір кульминациялық кезең, бір шешімдер тоқтамға келесіз, және бұл ай толуы Саршаян белгісінде болып тұр, су белгісінде. Сондықтан сіздер адамдармен бір тіл арқылы бір келіспей қалушылықтар, немесе түсініспей қалушылықтарды да сіздерге алып келуі мүмкін. 17-18 мамыр. Бұл күні күн Уран ғаламшарымен бірігеді. Бізге бір өмірімізге жаңашылықты алып келу ғаламшары. Үйімізде бір свет газдарымыз табан астынан өшіп қалуы мүмкін. Немесе бірден жаңа көлігіміз жүрмей қалуы, немесе бір жаңа бір жерімізді бір кесіп алуымыз, әйтеуір бір өзіміз күтпеген, немесе бір туған туысқандарымыздың арасынан бірден бір телефон звоноктары келуі мүмкін. Жайсыз болсын, немесе бізді бір таңғалдыратын шоу жағдайға түсіретін, немесе бізді бір жаңағы аспанға секіретіндей бір сондай бір жаңалық келуі мүмкін, өте бір сәтті, немесе жағымсыз. Себебі бұл жерде сіздің күніңізбенен Уран ғаламшары бірігіп тұр. Біріккен кезеңде оны дөп басып айту қиын, екі жағында береді. Әйтеуір бір жаңалықтар, өзгерістер келеді, немесе бір технологиялар сатып аласыз, немесе бір жаңа бір адамдармен бір танысасыз, бір инсайттар, әйтеуір бір жаңалықтар кезеңі болады. Тіпті бұл кейде бір осы күн аралығында 17 және 18 аралықтарында, осы екі күнде бір адамдармен табан астынан бір өзіңіз күтпеген әп-әдемі отырып, бірден жаңағы бір түсініспеушіліктер пайда болып қалуы мүмкін. Уран себебі әйтеуір бір табан асты келеді. Немесе бірден жаңа бір сыйлықтар келуі мүмкін, күтіп жатпаған бір адамдарыңыздан хабар келіп қалуы мүмкін. 21 мамыр. Бұл күні енді өте мықты күн ғаламшары транзитті түрде сіздердің белгілеріңізге өтеді. Мына торпақ белгісінен сіздердің белгілеріңізге өтеді. Бұл дегеніміз не? Енді сіздер жұлдыздай жарқырайтын, сіздердің бір туылған күндеріңіз, циклдарыңыздың басталу кезі. Күн сіздерде бір жарқырап тұрғандай. Енді сіздерге бір ұсыныстар көп келеді, өздеріңізде энергия өте көбейеді күннен күнге, бір ай бойы. Ең әдемісі, ең сұлу болып көрінетін боласыздар өзгелерге. Бір ұсыныстар келеді сіздерге, бір шақырулар келеді, мәпелеулер, еркелетулер болады, сыйлықтар келеді, ақша құжаттар келеді деген секілді. Себебі күн сіздерде, күн қай жерде тұрады, сол жерде адамдардың барлығы, біз мысалы күн жарыққа қарай ұмтыламыз, сол секілді боласыздар. Және кейбір егіздер, сіздерде 12 сала болуы мүмкін. Бұл астрологиялық карталарыңызда асценденттеріңіз деген болады.
егер астрологиядан хабар жоқ адамдар. Асцендент сіз туған кезеңде ғаламшарланып тұруы. Біреуіңіз де 12-ші салада тұруы мүмкін, ең жаңа соңғы сала болып саналады. Денсаулығыңызбен көп айналысатын, психологиямен айналысатын, бір сондай көп жаңағы ауру сырқауларды өткізетін. Енді 11-ші сала деген болады, көп достар, өте өмірде маңызда болатын, жалт-жұлт еткен өмірді қалайтын. Мұның барлығы әрине жеке прогноз, бұл жерде оның барлығын айтып отырмаймын. Ол төменде немесе профильде WhatsApp номері көрсетіліп қойған, сонда хабарласасыздар. Дәл осылай видеоменен сіздерге жіберетін. Енді ары қарай жалғастырайын. Осы 12-ші салаларыңызда болуы мүмкін кейбір адамдарда, онда бір жаныңыз жалғыздықты қалауы мүмкін, немесе бір денсаулығыңызбен айналысасыз, немесе бір шет жақтарға, ауылдарыңызға кетесіздер, өзіңізбен өзіңіз бір болғанды қалайтын, немесе бір ұстазыңыз, бір күш алатын орындарға барасыз, немесе бір құпия түрде қаражат ақшалар жинайсыз, немесе бір махаббатыңызбен бір танысып, бір керемет өзіңіз ғана уақытыңызды өткізесіз. Осындай бір кезең болады. Ал тіпті кейде өзіңіз бір қарсылығыңызды бір білдіргіңіз келеді, бірақ білдірмейтін, бірақ бір құпия түрде бір өзгерге айта бермейтін бір жауларыңыздың да пайда болуы мүмкін. 12-ші сала үнемі осындай. Мына бірінші салаларыңызға күн өткенге дейін. Бұл себебі асцендентке байланысты. Енді 25-ші мамыр. Бұл кезеңде Сатурн, мойынға жауапкершілікті арту, ең әділетті әкедейі Сатурн деген ғаламшар болады астрологияда. Себебі барлығын біз аспанда жаңағы бір ойдан алмаймыз ғой. Барлығы бір математикалық есептеліп қойған бір жүйе секілді. Ғаламшарларға қарап астрологияда айтылады. Енді осы Сатурн ғаламшары номер 1-ші, ең мықты, өте бір шыдамдылыққа үйрететін, одан соң өзінің наградасын беретін, және оны ешкім тартып ала алмайтын, осындай ғаламшар. Сатурн ғаламшары өзінің орнын ауыстырады. Бұл сіздерге тікелей егіздер, сіздерге не қатысы бар? Бұл сіздердің 11-ші салаларыңызға өтеді. Осы 25-не. 3 жылға. Енді бұл не деген сөз? Бір тастай беку. 11-ші сала бұл достар, туыстар, жарқ-жұрқ еткен өмір, немесе қазір интернет заманы, қоғам, әйтеуір сол сала. Сол жерде енді бір өзіңізді бір шыдамдылыққа үйретесіз, бір жауапкершілікті аласыз, немесе бір маман болуды, немесе бір оқудан өтуді, бір одақтарға кіруді, немесе бір достар, бір сыныптас группаластар, бір одақ құруларыңыз мүмкін. Тіпті бір көп достарды табасыз, бір бұрынғыға ұқсамайтын, немесе бір чаттар ашасыз, бір сауда-саттық жасайтын, немесе оқумен айналысатын. Әйтеуір бір осындай бір кезеңдер 3 жылға сіздерде басталады дейді. Және сол жерде бір тастай бегу, өте шыдамдылықты қайрақтан сізді өткізіп, сізде сол жерде үйрететін болады, немесе тіпті жоқ деп айтуды үйрететін болады өзгелерге. Өзіңіздің бір құқықтарыңызды қорғауға үйретеді, себебі Сатурн үнемі осы ешқандай конфликтсіз келісіммен шешу және өзіңізді бір төмен санамау. Сонымен қатар 11-ші сала тағы да 2-ші жағы бар бұның. Ол 2-ші некедегі адамдар. Бір сондай адамдарды кездестірулеріңіз мүмкін. Енді 2-ші мәрте бір тұрмысқа шығатын адамдар. Немесе енді 2-ші мәрте үйленетін адамдар. Осындай кезең болады кейбір адамдарда. Себебі сол жерге Сатурн келгенде бір печаттар қойылады, немесе некелерге отырасыздар, немесе бір үйлер, әйтеуір мемлекеттік инстанциялар тастай беку, ұзақ уақытқа енді кету. 3 жыл бойы бір сол жерде қаралады. Қарым-қатынастарыңыз, немесе құжаттарыңыз, бір сенімділік болу үшін өздеріңізге ұзаққа кетеді. Немесе бір шешесіздер, бір тексерістен өтеді қарым-қатынастарыңыз, немесе құжаттарыңыз, немесе алып жатқан емдеріңіз, соны әйтеуір бір тексерістен өткізеді. Немесе бір төлейтін төлемдеріңізді төлеткізеді. Бере алмай жүрген бір қарыздарыңызды бергізеді осы кезеңде. Бір кешірім сұра алмай жүрген адамдарыңыздан бір кешірім сұратқызады. Бұрыннан бір көре алмай жүрген бір туған туысқандарыңызбен кездестіреді. Немесе бір қалып кеткенде бір ақыларыңыз болуы мүмкін біреулерде, өмірдің өзі соларды сіздің өміріңізге қайтып оралтады. Бұрынғы бір балаларыңыз болуы мүмкін, солардың алдынан бір сұраны, бір кешірімдер сұраңыз. Немесе ол адамдар сіздің өміріңізге келеді. Осындай бір кезең болады. Енді осы 12-ші мамырдан 26-ші мамырға дейін негізі ай кему үстінде. Себебі 12-ші мамырда ай толу болды. Енді келесі жаңа ай 26-ші мамырға дейін, келесі жаңа ай толғанға дейін ай кеми береді, бірақ бір осы аралықта бір қорытындылар келеді, нәтижелер келеді сіздердің өмірлеріңізге, бір түсетін ақшалар келеді, бір сатып алулар болады, немесе сата алмай жүрген бір заттарыңызды сатасыздар.
осындай кезең болады. Және мына 27 мамыр сіздердің белгілеріңізде жаңа ай туады, егіздер белгісінде. Бұл не деген сөз? Сіздердің жаңа бір циклдарыңыздың басталу кезеңі болатын болады. Жаңа ай туылады, табиғаттың кәдімгідей бүкіл жер бетіне әсер етеді. Жаңа ай туылғанда не? Бір жылға енді бір алдарыңызға армандар қоятын, жоспарлар қоятын кезеңіз. Сіздің бір жаңа циклыңыздың басталуы болады. Сондықтан осы 27-28 жаңа ай, әлі айымыз кішкене болып туылады. Сол кезеңге қандай дән саласыз, сол өсетін болады. Сондықтан ойларыңызға да ұқыпты болыңыздар. Бір конфликті салуыңыз мүмкін, бір қарама-қайшылықтар, ұрыс-керістер, немесе жағымсыз эмоциялар емес, керісінше бір жақсы эмоцияларды салыңыздар. Бұл неге? Бұл деген мен осы жұмысыма тұрамын деген ниет. Немесе бір жоспарыңызды жазыңыз. Немесе қасыңызға некедегі, немесе махаббат адамыңызбен бір сыйласып, бір сыйлықтар беріңіз, немесе бір әдемі сөзіңізді білдіріңіз, себебі сол бір ай бойы енді өсіп нәтижесін беретін болады деген сөз. Немесе енді осы жаңа ай сіздің белгіңізде туылған кезеңде, егер бір коллективке жұмыс жасайтын болсаңыз, бір басшыңыздың алдына кіріп айлығыңыз көбейді десеңіз болады. Немесе бір ұнамайтын жұмысыңыздан шыққан болсаңыз, дәл осы аралықта бизнесіңізді ашсаңыз болады. Әйтеуір не дән саласыз, сол өседі. Жаңа нәрселерге жақсы. Бір жыл бойы сол жемісін беретін болады. Егіздер, керемет айларыңыз болсын баршаңызға. Сау болыңыздар. Маған жазылушылар барлығыңызға рахметімді айтамын. Комментарий жазушылар, лайк басушылар,